Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бір жасағаннан ақ шығатын өте дәмді әрі жұмсақ пирожкилер дайындаймыз. Сіздер пирожкилерді майға да қуырып пісірсеңіздер болады, сондай-ақ духовкаға да салып пісірсеңіздер де өте жұмсақ болады. Сіздерге екі түрлі салмамен жасап көрсетемін: картоппен және капустамен. Қамырын илеу үшін ыдысымызға 150 грамм сүт, 150 грамм су, 1 шай қасық ашытқыны саламыз. Сондай-ақ 1 ас қасық қантты да толтырмай салып араластырамыз. Енді 50 граммдай сары майды құямыз. Сары май болмаса сұйық май қоссаңыздар болады. 1 шай қасық тұз саламыз. Осы уақыт аралығында біздің ұнымыз електен өтіп дайын тұруы керек. Ұнымыздың барлығын бірден салмаймыз. Осылай 2 немесе 3 бөлікке бөліп салып отырып қамыр илеуді бастаймыз. Бұл жерде мен 600 граммдай жоғарғы сұрып ұнды қолдандым. Сіздер бастапқы кезде 550 грамм ұнды салып көріңіздер. Өйткені әр ұнның тығыздығы әртүрлі келеді. Ең бастысы біздің пирожкилеріміздің қамыры қатты болып қалмауы керек. Соңында шамамен 1 ас қасықтай сұйық май құйып, қамырымызға осылай жағып шығамыз. Енді бетіне пищевой пленканы немесе маечка пакетті жауып, жылы жерге 1,5-2 сағатқа қойып қоямыз. Енді біз салмасын дайындаймыз. Мен екі түрлі салмамен жасаймын. Бірі картоппен, екіншісі капустамен. Картопты осылай үстінен су құйып 20 минут аралығында пісіріп аламыз. Енді табамызға кішкене май құйып, жуамен капустаны салып, жақсылап қуырып, үстінен тұз бен бұрышты салып араластырып аламыз. Үстінен басқа да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Мен аздап су құйып бұқтырған болатынмын. Сіздер суды қоссаңыздар да қоспасаңыздар да болады. Енді піскен картоптың суының бәрін төкпей, түбінен алып қаламыз. Және оған сары май қосып, езгіштің көмегімен езіп, және де тұз бен бұрыш салуды да ұмытпаймыз. Енді осы аралықта біздің қамырымыз да ашып, көтеріліп дайын тұр. Шамамен 1,5 сағаттай тұрды. Енді осылай 1-2 басып илеп аламыз. Енді қамырды колбаса тәріздес етіп, содан соң қамырымызды көз мөлшермен бөліп шығамыз. Егер де сіз пирожкилерді сатылымға шығаруға немесе тапсырысқа жасайтын болсаңыз, таразымен бірдей етіп өлшеп алсаңыз болады. Мінекей осылай қамырлардың барлығын бөліп алдық. Енді әрқайсысын қолымызбен жақсылап дөңгелетіп аламыз. Дөңгелетіп алғаннан кейін араларын алшақтау етіп орналастырамыз. Сондай-ақ бетін міндетті түрде пищевой пленкамен жауып қоямыз. Қамырымыздың беті кеуіп қалмауы керек. Осылай тағы да 10 минут көтерілуге қалдырамыз. Қамырымыз көтерілгеннен кейін бірінші дөңгелеткен қамырымыздан бастап алып, пирожкилерді түйуді бастаймыз. Қамыр қолға жабысып жатса, кішкене ұн сеуіп жайсаңыздар болады. Қамырды өте жұқа, өте қалың етіп жібермей, орташа қалыңдықта жаясыздар. Енді салмасын салып түйеміз. Салмасында қатты көп салып жібермеңіздер. Енді дәл осылай екі шетін бір-біріне жабыстырамыз. Осы жабыстыру барысында барынша мұқият болыңыздар. Өйткені қуыру барысында қамырымыз ашылып кетпеуі керек. 2-3 қайтара қысып басып алыңыздар. Мінекей осылайша пирожкилерімізге әдемі форма беріп түйіп аламыз. Түйіп болған соңда бетін жауып қойыңыздар, кеуіп қалмасын. Құрметті менің көрермендерім, осы видео сіздерге пайдалы болып жатқан болса, ұнап жатқан болса, қазақша каналдың әрі қарай дамуына өздеріңіздің аз да болсын үлестеріңізді қосып, осы видео ұнаса лайк басып, комментарий бөліміне өз пікірлеріңізді қалдырып, WhatsApp-тағы достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Және де менің парақшама тіркелуді ұмытпаңыздар. Ал енді пирожкилердің бетін жауып, тағы да 10 минутқа қалдырамыз. Табамызға май құйып, май қызғаннан кейін пирожкиді салып, екі бетін қызарғанша пісіреміз. Майды пирожкилер жартылай батып тұратындай етіп құйыңыздар. Май қызғаннан кейін бірінші майдың қызу деңгейін тексеру үшін бір пирожкиді салып пісіріп көріңіздер. Одан кейін газдың астын орташадан төмен отта екі бетін қызарғанша пісіресіздер. Қатты отта пісіретін болсаңыздар, пирожкилеріңіздің екі беті тез-тез қызарып кетеді де ортасы шикі болып қалады. Дұрыс піспей қалуы мүмкін. Сондықтан орташадан төмен отта әдемі баяу отта пісіріп алыңыздар. Піскеннен кейін міндетті түрде бойларындағы артық майларын алу үшін пирожкилерді қағаз майлыққа қоямыз. Қалған пирожкилердің барлығында дәл сол ретпен пісіріп аламыз. Жабыстырылған бетін бірінші пісіріп аласыздар. Және де пирожкилеріңіздің томпақ, әдемі болып піскенін қаласаңыздар,
осылай қасықтың көмегімен үстінен майды құю арқылы пісірсеңіздер болады. Енді пирожкидің қуырылған түрін ұнатпайтындар үшін духовкада да пісіріп көрсететін боламын. Пирожкилеріміз жақсылап көтерілгеннен кейін осылай бетіне жұмыртқаның сары уызын жағып, алдын ала 180-200 градуста қызған пеште 20-25 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Бір жасағаннан-ақ өте дәмді болып шығады. Сіздермен болған Ғалия Сұлтан. Сау болыңыздар.